Әйел шаңырақтың ұйытқысы, берекесі, отбасының жылуы. Әйел жарының көмекшісі, қолдаушысы, иманының жартысы. Әйел балаларының қамқоршысы, тәрбиешісі, үлгілі тұлға. Әйел ана, әйел жар, әйел отбасының жылуы. Ер азамат үйдің егесі болса, әйел үйдің шегесі. Бұл дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат. Бұрынғы жаугершілік заманда керек десеңіз, кейбір қазақ әйелдері ерлермен бірдей атқа қонып, қолына қару алып, жауға қарсы соғысқан. Қазір де әйелдер үй шаруасы, отбасы ошақ қасымен қатар, қоғамдық шаруаларға, басшылық қызметтерге де белсене араласып келеді. Қысқасы, қазіргі әйел бейнесінің қыры көп. Осындайда әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді деген әйгілі қағидаға көз жеткізе түскендейсің. Жастарға, әсіресе жас отбасыларға айтарым, олар болашақтарын бүгіннен бастап ойлағаны дұрыс. Ертеңгі күнін ойлап, ұрпағына қандай үлгі-өнеге қалдырам деп терең ойланулары тиіс. Осы ретте өзім де бар білгенімді туыстарыма, көршілеріме айтудан жалыққан емеспін. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен демекші, адамның жақсы болуы, жақсы өмір сүруі ең алдымен өзіне байланысты. Келіні жақсы үйдің керегесі алтыннан дейді дана халқымыз. Еңбекпен мерей өскен берекелі от. Нәзік